Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге фанта сусынынан дайын болатын пирогтың рецептісін ұсынбақшымын. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бір жасағаннан-ақ ойыңыздан шығып, дәмі тіл үйреді. Көтеріңкі әрі балғын боп шығады. Ал ендеше рецептімізге көшейік. 3 дана жұмыртқамызды 100 грамм шекермен жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Миксеріңіз жоқ болса, кәдімгі венчикпен болмаса шанышқымен араластырсаңыздар болады. Өзім миксермен араластырамын. Әуелі ең азынан, одан кейін ең жоғарғысына дейін көтеріңкіреп араластырамын. Ванилинді мен өзім қалауым бойынша қостым. Сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Бұл пирогта ең маңызды рөл атқаратын бұл біздің фанта сусынымыз. Сондықтан да фанта сусынның дәлме-дәл өлшеніп салынуы тиіс. Яғни пирогқа біз 180 мл фанта сусынын құюымыз керек. Және де сұйық майымыз да 120-130 мл аралығында болуы тиіс. Ал енді фантамыз бен сұйық майымызды құйып, миксерлеп, жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымызды ситадан өткіземіз. 7 грамм қопсытқышпен араластырып, ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, массамызға қосамыз, жақсылап араластырамыз. Оның қоюлығы орташа болуы керек. Табамызды майлап, алдын ала қыздырылған пешке 160 градусқа 40 минутқа қойып қоясыздар. Негізі градусы өзіңіздің духовкаңызға байланысты. Тым қатты ыстық болса, асты немесе үсті күйіп кетпесін, қараңқырап тұрсаңыздар да болады. Менікі 160 градуста, ол орташа болып есептелінеді. Мен оформлениясына алмалар турап қойдым. Сіздер турамасаңыздар да немесе басқа жемісті турап салсаңыздар болады. Одан соң сахарный пудраны септім. Мінеки осымен пирогымыз дайын. Осы рецептімен жасасаңыздар, бірден көңіліңізден шығады. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.